Қараңыз, бізде жаназа намазында кейбір кісілер келіп тұрады да, бізде мынандай әдет бар. Имам 4 рет Аллаху акбарды айтады ғой, осы жерде ұстаздарымыз айтатын. Әр артта тұрған жамағат Аллаху акбарды ішінен айтуы керек. Шарт айтуы керек. Имам Аллаху акбар деген кезінде Аллаху акбар деп сіз ішіңізден қайталап тұруыңыз керек. Бізде көбінше әдет тұрамыз келіп. Имам Аллаху акбар деген кезде бізде адамдар бұлай басын көтереді. Ол қажет емес. Сіздің басыңыз көтеріп түскен ол ешқандай шартты орындамайды. Басыңыз жерге қарап тұра берсін. Алдыңызға қарап. Бірінші имам Аллаху акбар дегеннен кейін сана дұғасы оқылады. Субханакаллахумма бихамдик ва табарак асмук ва та'ала жаддук ва жалла санаук деген қосылады. Ва ла илаха гайрук. Екінші рет Аллаху акбар деген кезінде сіз жаңағы дұғаны білсеңіз оқисыз, білмесеңіз Аллаху акбарда тұра беріңіз, болды, намаздың ішіндесіз. Екінші рет Аллаху акбар дегеннен кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға салауат айтылады. Сіз оны білсеңіз айтасыз, білмесеңіз проблема емес. Аллаху акбарды қайталайсыз да тұра бересіз. Бірақ басты көтеру шарт емес ол. Және имам үшінші рет Аллаху акбар дегеннен кейін енді жаңағы Аллахума фирли хайина ва майитина ва шахидина ва ғаибина деген сияқты жаңағы мәйітке қатысты дұғалар оқыла бастайды. Кім білсе оқыса болады. Оны білмейтіндер Фатиха сүресін оқыса да болады. Оны да білмейтіндер енді вдруг Рабби фирли деп тұрсаңыз да болады. Бұл жерде мәйітке дұға оқылатын, үшінші такбирден кейін мәйітке дұға оқылады. Ал енді сіз оны да білмесеңіз, жай Аллаху акбарды қайталаңыз да тұра беріңіз. Тағы да айтайын, басты көтеріп емес, Аллаху акбарды қайталайсыз. Сөйтіп тұра бересіз. Имам оқып жатыр. Болғаннан кейін төртіншісінде имам Аллаху акбар деген кезде сіз де Аллаху акбарды айтасыз. Одан кейін екі жаққа сәлем беріп шығып кетесіз. Болды.